Баршаңызға қайырлы күн болсын. 2023 жылдың жаңалығымен бөліскелі отырмын. Менің каналыма алғаш рет кіріп отырсаңыз, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Каналыма подписация етіп қойыңыз. 2023 жылы декретке миллионмен дара кәсіпкерлер ИП-лар минималды түрде төлем төлеп, максималды түрде миллионмен декретке шығуға мүмкіндігі бар. Бұл минималканың 1 шілде 2023 жылға дейін қазіргі таңда рұқсат етіп отыр. Bir ай үшін әлеуметтік аударым 17.150, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 7.000 теңге, мәміске 4.900, жеке табыс салығы 1 ай үшін 500.000 теңге табады деп есептесек, оның 1,5%, 7,500 теңге төлейді. Жалпы сомасы 36.550 теңге төлейді 1 ай үшін төлем. Енді дарада бойды бір баладан 3 балаға дейінгі 2023 жылы әр айға қанша теңге алады, соны есептейтін боламыз. 1 ай үшін 154.000, 2 ай үшін 308.000, 3 ай үшін 463.050, 4 ай үшін 617.400 теңге, 5 ай үшін 771.750, 6 ай үшін 926.100 теңге, яғни 1 ай 154.000 болса, 12 ай, яғни сіз 1 жыл бойы төлеп келе жатсаңыз, сіз декретке шығатын уақытта 1 жыл бойы осы төлем жүргізсеңіз, 1.852.200 теңгеге дейін ала аласыз. Егер 1 бала мен 3 бала аралығында болса. Келесі 4 бала және одан көп бала үшін жоғары коэффициентпен есептеледі. 1 ай үшін 169.050 теңге болса, 12 ай бойы төлесеңіз 2 миллионға дейін ала аласыз. Яғни 169.000 мен 2 миллион теңгенің арасында ала алатын боласыз. Келесі Шығыс Қазақстан, Семей өңірлері үшін дарада бой, яғни бұл ядролық сынаққа өткен аймақ болғандықтан жоғарғы коэффициентпен есептелетін болады. 1 ай үшін 205.800 теңге, яғни 2.469.600 теңгеге дейін алады. Яғни бұл 1 бала мен 3 бала аралығында, ал 3 баладан жоғары 4 баладан бастап көп балалы және кесарево қиын жағдайда босанғандар үшін 3 миллион теңгеге дейін дарада бой алуға мүмкіндіктері бар. Именно осы Шығыс Қазақстан өңірінде босанған аналар үшін. Жүктілікке байланысты жұмыстан босатылу дарада бой пособиесі бұл тек қана жұмыс жасаған әйелдер үшін ғана бір рет беріледі. Олар бірыңғай жинақтаушы төлеушілер, СП төлейтіндер, жеке кәсіпкерлер, еңбек шартымен жұмыс істеп төлем жүргізіп отырған азаматтар мен азаматшалар ала алады. Яғни уақытша жұмыссыздық парағы негізінде уақытша жұмыссыздық парағы берілген күннен бастап 12 айдан кешіктірмей өткізуі керек. 126 күн мен 186 күн аралыққа беріледі. Яғни осы күн аралыққа сіздің больничный листіңіз беріледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Тағы да менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпейміз.